Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін біздер осындай асқабақтан жасалған салатты дайындайтын боламыз. Біздерге ең алдымен осындай асқабақ керек болады. Және осыны көбіктеп турап алып, майға қуырып алатын боламыз азғантай ғана уақытқа. Табамызға осылай май құйып, асқабағымызды салып, азғана уақытқа қуырып алатын боламыз. Бұл жерде қуырып жатқан кезде асқабағымызға көздің мөлшерімен тұз салсаңыздар болады. Біздің қуырылған осылай асқабағымызды ыдысымызға салып аламыз. Және бізге де осындай салат жапырағы қажет болады. Осыны да жақсылап турап аламыз. Осылай тағы да бір қызанақты алып, көбіктеп турап алатын боламыз. Ендігі салатқа қосатын кішігірім соусымызды дайындап аламыз. Мына жерде лимонның суы және де оливковое маслодан, тұздан, бұрыштан кішкене салып, жақсылап араластырып, біздің жаңағы салатымызға қосатын боламыз. Достар, міне біздің салатымыз дайын болды. Осылай барлығын тарелкелерге салып шықтым. Және де бізде ең соңғы керегі менде творожный сыр. Осылай салатымызға әрбір жерден салып шығатын боламыз. Достар, біздің салатымыз дайын болды. Осылай бетіне әрлеу әдемі дәмді болу үшін мен жаңғақ септім. Менің видеоларым ұнаса, каналға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.